Сәлеметсіздер ме? Кеден органы тауарды жүктеу бойынша алдын ала шешімге өзгерістер енгізуге, оның қолданылуын тоқтатуға немесе кері қайтарып алуға құқылы. Тауар номенклатурасы бойынша тауар кодының анықталуына әсер етпейтін қателіктер анықталған жағдайда алдын ала шешімге өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер қабылданған күннен бастап күшіне енеді. Өтініш беруші шындыққа сәйкес келмейтін немесе толық емес мәліметтер ұсынса, немесе тауарды жүктеуге әсер еткен қателіктер анықталса, алдын ала шешімнің қолданылуын тоқтату жүзеге асырылады. Бұл жағдайда кеден органы бұрын ұсынылған мәліметтер негізінде оны жұмыс күн ішінде жаңа шешім қабылдауы тиіс. Егер тауар номенклатурасына өзгерістер енгізілсе, немесе комиссия, уәкілетті орган, не дүниежүзілік кеден ұйымы тауарды жүктеуге әсер ететін жаңа шешімдер не түсіндірмелер қабылдаса, алдын ала шешімді кері қайтарып алу жүзеге асырылады. Мұндай шешімдер тиісті нормативтік актілер жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Алдын ала шешімге енгізілмеген барлық өзгерістер тоқтату немесе кері қайтарып алу туралы өтініш берушіге хабар беріледі, және бұл ақпарат шешім қабылданған келесі күннен кешіктірілмей жолданады. Назарларыңызға рахмет. Сіздердің МКД.